Қайырлы күн баршаңызға. Бір жасағаннан ақ керемет дәмді, мамықтай жұмсақ болып шығатын пирожки жасағыңыз келсе, менің видеом сіз үшін. Өте дәмді болып шығатын пирожкиді жасап, жақындарыңызды қуантыңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал кеттік. Ең біріншіден ыдысымызға ұнымызды салып аламыз, елеуіштен өткізіп, сүтіміздің үстіне қант, тұз, аштығымызды салып, үстінен сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араласқаннан кейін, дрожжымыз ергеннен кейін массамызды ұнға құйып, жұмсақтап қамыр илейміз. Ең басында осындай баяу әдіспен жұмсақ қамыр илейміз. Бетін жауып, жылы жерге 40 минутқа қоямыз. Енді начинкасына картопты суға пісіріп аламыз. Одан кейін піскен картопты жеке ыдысқа алып, жақсылап еземіз. Үстінен сары майымызды салып, сүтімізді құйып, жақсылап араластырамыз, біркелкі масса болғанша. Басқа бір ыдыста ұсақтап тұрған пиязды дәмдеуіштермен бірге қуырып аламыз. Және қуырылған сол пиязымызды осы езілген картошкамыздың үстіне салып, жақсылап араластырамыз. Қалауларыңызша кез келген начинка жасасаңыздар болады. Менің арнама тіркеліп, лайк баса отыруды ұмытпаңыздар. Ал нанымыз көтерілгеннен кейін пирожкилерімізді жасауға кірісеміз. Ең алдымен қамырымызды қолымызда су маймен майлап алып, қамырмен жұмыс істей бастаймыз. 2 бөлікке бөліп, әр бөлікті осылай ұзын шағып, созып, осындай дөңгелек шариктер жасай бастаймыз, біркелкі қылып. Әрбір шаригімізден ішіне начинка салып, пирожки формировать етеміз. Сол үшін шариктерімізді біркелкі қылып осындай шарик дайындап аламыз. Міне осындай әдіспен қамырымызды қатты жұқа қылмай жайып, ішінен начинкасын салып, осы видеода көрсетілгендей астын түйеміз. Начинкамыз ағып кетпес үшін жақсылап түйген дұрыс. Әрбір пирожкимізді осылай түйіп алған соң, пергамент төселген газдың табақшасына тіземіз. Пирожкилерімізді түйіп болған соң, осылай жұмыртқаның сарысын әдемілеп біркелкі қылып жағып шығамыз. Сіздер күнжіт сеуіп әрлесеңіздер де болады. Мен күнжітсіз жасадым. Пирожкилеріміз сондай жұмсақ, дәмді, өте керемет болып шығады. Міндетті түрде менің рецептіммен жасап, менің еңбегімді бағалай кетіңіздер. Сіздермен болған Жанар, назарларыңызға көп рахмет.